Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Отыра қойыңыздар. Ашық сабағымызды бастайық. Біз бүгінгі ашық сабағымызды бастамас бұрын өткен сабағымызға тоқталып өтейік. Сондықтан төмендегі экранда көрсетілген 1 минуттық әңгіме желісінде өткен сабақ бойынша қайталап алатын боламыз. Бірінші, біз өткен сабағымызда нені қарастырдық? Кім айтады? Біз өткен сабағымызда есімші мен көсімшені, ғаламтордың пайдасы мен зиянын және Стив Джобстың әңгімесін қарастырдық. Жақсы. Келесі. Стив Джобстың әңгімесі есімші мен көсімші болатын. Жақсы. Тағы қандай ақпараттарды қарастырып, Ағзере? Біз есімшенің қандай екенін, яғни есімше ережесін таныстық. Яғни егер де ол ненің жаңағы бізде берілген етістіктің ерекше бір түрі болып табылады, оның қандай жұрнақтар жалғанатын білдік. Мен ол сабақтан өте керемет әсер алдым, себебі ол сабақ өте қызықты өтті. Өте тамаша. Бүгінгі сабағымыздағы көңіл күйіміз өте керемет. Рахмет. Құрметті оқушылар, біз сабағымызды бастамас бұрын, яғни тақырыбымызды болжап алуымыз керек. Сол себептен болжау стратегиясына назар аударыңыздар. Болжау стратегиясында сіздерге белгілі суретші, Ақбосаға журналының суретшісі Аңсаған Мұстафаның туындысы ұсынылып отыр. Суретте не бейнеленген және де бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болуы мүмкін, өз жауаптарыңызды шынайы өмірмен байланыстыра отырып айтатын боласыздар. Ағзере? Менің ойымша, бүгінгі сабағымызда біз интернеттің зиянды жақтарын қарастыратын боламыз. Себебі қарап тұрсақ, аквариумның ішінде, жаңағы Аңсаған Мұстафаның салған аквариумның ішінде бір жас қыз отыр. Және де оның астында интернет желілері көрінеді. Ал сыртындағы ағаш солып қалған, соған байланысты жаңағы қыз интернеттің шағылмауына байланып, жаңа шынайы өмірден тыс қалған. Өте жақсы. Алып қосарға ой, Мунира? Ол қыз интернетке соншалықты тәуелденгеннен сыртындағы шынайы өмірдегі заттарға ешқандай мән беріп тұрған жоқ. Сол секілді оның аквариумның сыртында шығып тұрған ағаш сол. Жақсы. Тағы кім алып қосады? Дамир, қандай ойыңыз бар? Сол қыз интернетке кіріп кетіп, шынайы өмірді сүрген, ұмытып кеткен. Дәл жаңа айтып жатыр қой, тәуелділік деп қозғап жатсыздар, Ағзеренің пікірімен келсем. Бірақ дәл осындай тәуелділік жастардың арасында болуы мүмкін ба? Әлі күнге бар ма? Дамиды деп ойлаймыз, себебі интернет күннен күнге жаңағы ертегідегі ертесіп жатыр ғой, сол сияқты күннен күнге сағат сайын өсіп жатыр. Оның тәуелділігі де қазір қарап тұрсақ, 3-4 айлық және де көп оқулы кішкентай ғана бүлдіршіндер алдарына деген мультик қоспасаң жылауларын тоқтатпайды, мультик қосып беріп телефонмен ғана біз оларды жылбат алатын болдық. Оның өзі кішкентай бүлдіршіндердің өздері тәуелділік. Өте тамаша. Сонымен бүгінгі өтетін тақырыбымыз қандай екен? Интернет ғаламтор желісі. Келесі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғаламтордың пайдасы мен зияны. Бүгінгі күнді жазыңыздар, сынып жұмысы тақырыбымызда жазып қояйық. Ғаламтордың пайдасы мен зияны. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары әлеуметтік қоғамдық оқу еңбек тақырыбына байланысты көркем әдеби шығармалардан үзіндіні пайдалана отырып, автор көзқарасымен көтерілген мәселені талдайтын боласыздар, және де етістіктің есімше және көсімше түрлерін тілдесім барысында қолданатын боламыз. Біз топтық жұмыс жасауымыз үшін топқа бөлініп болуымыз керек қой. Ендеше төмендегі QR-код программасы ұсынылған, және де белгілі софтвер ұсынылып отыр. Осы телефонды пайдалана отырып, екі топқа бөлінесіздер. Егер сізде компьютерлік құрылғылар деген сөз шығатын болса, сары конфетті аласыздар төмендегі. Егер әлеуметтік желілер деген сөз шығатын болса, қызыл конфетті таңдайтын боласыздар. Жақсы. Бастаймыз. Сұр иелері түсіріп бес баладан келіп жасаймыз. Келесі бес бала бірінші топ мына жаққа жайғассын, екінші топ мына жаққа жайғассын.
Екінші топқа монета. Жақсы болды ба? Топқа бөлініп алдық па? Топ басшыларын сайлап алыңыздар. Топ басшысын сайладық. Сонымен бірінші топ басшысы Ақзере. Жақсы. Сіздерде? Топ басшылары тұрыңыздар. Құрметті топ басшылары, өздеріңіздің қарамағындағыларыңыздағы оқушыларға жақсы, әділ баға қояды деген сенімдемін. Сондықтан сіздерге бағалау парақшасы ұсынылып, және де тапсырманың дескрипторлары қоса ұсынылып отыр. Сондықтан осыған аты жөндерін жазып, жөнді бағасын әділ қояды деген сенімдемін. Өте жақсы. Ендеше, кітаптарыңызды ашыңыздар. Біздің кітабымызда 103-ші бет компьютер басқа жадылар, яғни Мұхтар Шахановтың өлеңі ұсынылып отыр. Соны екі топқа бөле отырып, өлеңін мәнерлеп оқып бере қойыңыздар. Бірінші топтан оқитын. Бауыржан, оқи қойыңыз. Егер тауды ертең қақтан алған қонақ балықта қонақтары сұрапты. Аған неше балам қыздар соңыздан самғаған. Бір жарым деп тіл атып адам. Ал дәл айтсам, 3 жылым бар зерек әлі білімді. Үшеуі де ғылым қуып назарға ерте ілінді. Сол 3 жылдың бірі ғана қайсыр ұшқыр арманың. Жақсы. Келесі, жалғастырамыз екінші топ. Техникалық санатымен ғылымы бір қалғамын, өз ұлтының сан ғасырлық рухына жалғады. Содан шуақ қуат алып ғаламды ой толғады. Екі ұлымның тағдырында бұл өзгеріс болмады. Екеуі де жалаң білім шеңберінде сорлады. Рухы жан ағасының зорлық жатыр парқында. Сондықтан қос перзентімді санаймын мен жартыға. Жақсы. Әзірге ой қозғамай тұрамыз. Төменде Мұхтар Шахановтың осы өлеңіне қатысты Жапония мемлекетінің профессорлары, қазақ жазушылары осы өлеңге қатысты пікірлерін білдірген екен. Соны мұқият тыңдап алайық, одан кейін ауызша сұрақтарға жауап береміз. Ғани байлықты мойындамай, тек қана жалаң біліммен ден қойған қазіргі компьютер басты жарты адамдардың пайда болу жайлы Шаханов концепциясы бізді жапондықтарды қайран қалдырды. Мен оның халқын осындай тегеурінді перзент тудыра алғандығымен құттықтағым келеді. Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Мұқият тыңдадық қой, өте жақсы. Енді осы тыңдалған ақпарат бойынша, оқылған оқылымдағы ақпараттар бойынша қандай ой түйдіңіздер, қандай мәселені көтеріп тұр сіздердің ойларыңызша? Алима. Мен бұл айтылған сөздерден және осы өлеңнен түйген ойым, бұл жерде адамдардың телефонға, ғаламторға тәуелді екені туралы айтылған, және 3-4 жастағы балалардың өзі сол телефонға тәуелді екені айтылған. Және қазіргі заман кітаптан бірінші ғаламторға сүйенетін болған. Дамир, алып қосарға ойыңыз болса. Бұл адам жаңа 3 балам дейді ғой. Сол жерде бір баласы ғана жақсы білім естіп сөйтіп өскен. Ал қалған 2 перзенті жартыға төніп тұр. Жақсы. Құрметті оқушылар, тыңдалған ақпараттар бойынша сіздерге екі топқа екі түрлі тапсырма ұсынылып отыр. Сіздердің қолдарыңызда тұр, топ басшысының алдында. Бірінші топқа қарияның 3 жылы бар бола тұра, бір жарым деп тіл қатуына не себеп? Яғни, осы сұраққа топ сәтісінің көпше түрі бар ғой. Біздің ойымызша, біз оны бұлай түсіндіреміз деген секілді көпше түрін пайдаланып отырып, жауап бересіздер. Оның ішінде
көсемше және бесінші жұрнақтары болуы керек. Жақсы. Келесі, екінші топ сіздерге тапсырма. Егер сіздер автор болсаңыздар, ғаламтор желісін қай әдеби кейіпкермен салыстырады едіңіздер? Осыны шынайы өмірмен байланыстыра отырып жауап бересіздер. Сіздерде де тілдесім барысында, айтылым барысында есімшеге көсемшені жазылайтын боласыздар. Жақсы ма? Сіздерге бастауға мүмкіндік бар. 5 минут уақыт ойласып алыңыздар. Және ескерте кететін жай, осыны айтып болғаннан кейін, топ сәлсін айтып болғаннан кейін, міндетті түрде сіздердің айтылымдағы есімше мен көсемшенің жұрнағы бар сөздерді тақтаға жазып талдайтын боласыздар. Жақсы. Сіздің топтары, сіздердің топтарыңызға да сөйлеп, қорғап, және де жаңағы айттық қой, есімше мен көсемше жұрнақтарын жалғап, оны талдайсыздар деп, сол тақтаға жазып талдауға барлық 7 минут уақыттарыңыз бар. Дайын болса, бастайсыздар ма? Қай топ бастайды? Бірінші топ, екінші топ? Екінші топ бастайды. Екінші топ, дайынсыздар ма? Жақсы, бастаңыздар. Біздің ойымызша, егер біз автор болсақ, ғаламтор желісін екіншілік батырмен салыстырар едік. Себебі мен оны былай түсіндіремін. Айта кетсек, екіншілік батыр күн сайын емес, минут секунд сайын өсіп келген. Сол секілді қазір біздің қолданып отырған интернет желіміз де минут секунд сайын дамып келе жатыр. Жағы да менің айтып қосып кетерім. Қазіргі таңда адамдар үйде отырып көбісі интернет желісі арқылы үйде табыс көзін тауып жатыр. Қазіргі таңда барлық адам интернет желісіне тәуелді. Мен дәлелін айтқанмен толықтай келісемін. Себебі мен оны мына фактілермен дәлелдей аламын. Қазіргі заманда шынымен де көп адамдар үйде отырып алып интернеттің арқасында ақша тауып жатыр. Бірақтан интернетті де көп қолдана беруге болмайды. Себебі біріншіден бәріміз білетіндей көзімізге зиян. Ал содан кейін біз интернетке уақыт өте сайын тәуелді болып қалуымыз мүмкін. Азырда интернетпен емес, тек қана интернетпен емес, басқа социалды ақша тауып немесе аламыз. Интернетпен өзінің қолдану үшін бір уақытта бар. Жақсы. Сіздер топтарыңызда қалайдың? Жұлдыз шығып, қалдай беріңіз. Сіздерде бірінші топ? Бар, оларда бір жарып тек жауап беруге себебі. Біздің ойымызда қайданың балалары бірге сенері мен сенімді баласы деп білеміз. Себебі біз оны былай да дейміз. Қарияның үш баласы болып бірақ қария оны бір жарымға төледі. Себебі ол екі баласы жартыға төледі. Себебі екі балаларының ойы жалаң болды. Жалаң болды. Оның білімдерінің жалаң болуы интернет әсерінен. Автордың келер ұрпаққа айтқысы келгені, яғни біздің интернетке тәуелді болмағанымызды қалайды. Біздің өз білімімізді, ойымызды, санамызды интернетсіз дамытқысы келген. Яғни біз қаншалықты интернетті қолдансақ та, ол ешқашан да кітаптың, әдебиеттің, тілдің орнын баса алмайды деген бізде шындық бар. Яғни біз автордың айтқысы келгені, осы біздің өсіп келе жатқан ұрпағымыз интернетке тәуелді болмай, білімді болғанын қалайды. Өте тамаша. Сіздер кітаптарыңыздан айтылым бойынша қалай? Сіз дайын болдыңыз ба? Екінші топ, Жұлдыз. Айта қойыңыз, сіздер бұл айтылым барысында қолданған сөздеріңіз, иә? Өз сол сөздері ал көсемшенің жұрнағы болып табылады. Дан бұл түбірі ал көсемшенің жұрнағы болып табылады. Жазыңыз, көрсетіңіз. Түбір, көсемшенің жұрнағы.
айт ол түбірі, а көсемшенің жинағы. Айт, иә? Енді кел ол түбірі, ал ен есімшенің жинағын қалыптағады. Жақсы, өте жақсы. Отырғанымыз. Келесі тапсырмада біз мана аңсаған Мұстафа Ахметовнің суретін көрген болатынбыз, иә? Қолжау тапсырмасында және де ақын Мұхтар Шахановтың өлеңімен танысып болдық. Енді екі тақырыптағы көтерілген мәселенің арасында қандай ұқсастық бар, соны топпен ақылдасып орталыққа жазасыздар, яғни 3 сауалдарыңызды, мәселеңізді маркетті қолдануға болады. Күнінде ойласып, ақылдасып жазасыздар. Екі тақырыптағы ең өзекті деп табылатын мәселелерді жазыңыздар. Ең өзекті деп ойлаймын. Айта, түбірі, айт, себебін сұраймын. Жазған мәселеңіздің себебін сұраймын. Қандай мәселені жаздыңыздар? Бірінші топ қорғағанша уақыттарыңыз бар, екінші топ. Әне Марги. Себебін түсіндіруге үш оқушы шығыңыздар. Бірінші қандай мәселені көтердіңіздер? Бірінші бастаған, яғни бірінші мәселеміз ұқсастығымыз ол екі кейіпкер де интернет құрбаны атанған. Яғни жаңағы ең бірінші біздің жаңағы компьютер басты жарты адамдарда екі бала деген интернетті көп қараймыз деп сабақтарын жалаң қылған біреулер, ал екінші құрбанымыз ол жаңағы интернетке тәуелді болып сырттағы өмірін байқамай. Ол бірінші ұқсастық. Жақсы. Келесі. Көп қолданып, есебі? Себебі көп қолданған. Яғни телефон ішіне кіргізген, көп кітап оқымайды, далаға серуендеуге шықпайды бір мезгілде. Интернеттен барлық білімді содан қолданады, бірақ ол кітаптағыдай білім бола алмайды. Жақсы. Келесі. Интернетке тәуелділікті келтіруіміз үшін біз жоюымыз үшін, жоюымыз үшін біз көп кітап оқуымыз керек, және өзімізге де өзіміздің көзіміздегі зрениені құптауымыз үшін көп ғаламтор қолданбауымыз керек, және кітаптар оқи отыра далаға да таза ауаға шығып тұруымыз керек. Өте тамаша. Отыра қойыңыздар. Сіздердің топтарыңызға енді өздеріңіз көтеріп отырған мәселені айтып беріп тұрсыздар ғой, ашып беріп тұрсыздар, үш мәселені тұрғаныңыздар. Енді осының мәселенің шешу жолын ұсыныңыздар. Өздеріңізше жеке-жеке дәптерлеріңізге жұмыс жасаңыздар. Жазылым тапсырмасы. Келесі, сіздерде қандай мәселе көтердіңіздер? Ғаламторға тәуелді. Ғаламторға тәуелді болу, иә? Ғаламторға тәуелді болу себебі қазір кішкентай бөпелерге аналар да телефонын беріп қойды, олар жыламау үшін. Өзіңіз ғаламторға тәуелді болып қалған.
кітаптағы сұрақтарды кітаптан емес ғаламтордан іздесе аламыз. Кітапты қолданбай ғаламторды бірінші орынға қою. Қазір көбісі ғаламтор желісін тастамайды. Кітапты мүлдем қолына ұстап оқымайды. Өйткені ғаламтор барлығын аша салып, өзінің сұрағына жауабын табады. Айналадағы әлемді ұмыту. Бұл ғаламторға көп уақытында қою және өз айналадағы болып отырған нәрселерді көрмеу. Бұл және сіз себебеніп тұрған жаңа ғана ақсаған Мұстафамен ол сол ғаламторға кіріп әлемде не қоршалып тұрғанын көрмей судың астына өз-өзімен жүріп сол ғаламторда. Жақсы, түсінікті. Үлкен рахмет. Сіздерге де осы ұсынып отырған сұрақтарыңызға, мәселелеріңізге байланысты енді шешу жолын екі пікірмен жазыңыздар. Әрбіріңіз жеке жазылым тапсырмасы арқылы дәптеріңізге. Кетіру. Ол үшін таза ауаға шығып, телефон ұстау уақытын қысқартқан, мейлінше қысқартқан дұрыс. Яғни оның орнына кітап оқып, қызықты іспен айналысып, достарымен кездескен дұрыс. Яғни адам қаншалықты өзінің интернеттен қызық жерлер бар. Мысалы, мен өзім интернеттен қызық жерді достарыммен кездескенді жақсы көремін. Мен олардың жанында телефонды ұмытып кетсем десем де болады. Себебі олармен қызықты әңгімелер айтуыма болады. Уақытымды интернетсіз қызықты өткізе аламын. Сондай сияқты қарапайым ережелерді күнделікті немізге қосатын болсақ, біз интернеттен тәуелділікті бірте-бірте жоя аламыз. Жақсы. Келесі. Біз ғаламторды жою үшін көп кітап оқуымыз керек. Таза ауаға шығып, көптеген нәрселермен айналысу керек. Ең бастысы денсаулығымызды сақтау үшін спорт керек. Бокс, волейбол, тағы да басқа ойындарды ойнау керек спортпен. Яғни сіздің айтпағыңыз пайдалы іспен айналысуымыз керек, көп интернет желісінде отырмауымыз керектігі туралы. Жақсы, келесі. Ғаламторға тәуелді болмау үшін айналамыздағы заттарға көңіл бөліп, достарымызбен, отбасымызбен уақыт өткізуіміз керек. Қызықты кітаптар оқып жүруіміз керек. Және де жаңағы көңіл бөліп, айналадағы заттарға көбінесе оларға қызығып қарап, солармен уақыт өткізуіміз керек. Өте жақсы. Кім аяқтап болды тағы? Ғаламторға тәуелділікті жоюымыз үшін бізге тек өзімізге ғаламторға тәуелді емес екенімізді сендіруіміз керек. Яғни күнде сол ғаламтормен өткен уақыттың орнына кітап оқып, таза ауаға серуендеп кетсек және өзімізге шектеу қойып, күнде 1 сағат немесе жарты сағат пайдаланған дұрыс. Яғни ғаламтордан пайдаланып қарауымызға да болады. Жақсы. Тағы Тоғжан. Ғаламторға тәуелді болмау үшін ғаламторды күніне 2 сағат ғана қолданып, өзіне қызықты істі табу. Мысалы, би, ән топу, сурет салу, волейбол ойнау, тағы басқалар. Ғаламторды бірінші орынға қоймай, кітапты іздену керегі. Себебі біз сұрақ болса ғаламтордан іздейміз. Кітапта да ол жауабы да болады. Әлемде ғаламторда ғана өткізбей, әлемді қыдырып, шығу, жаңа заттармен айналысу және көп нәрсе көруге болады. Жақсы, өте жақсы. Келесі. Интернеттен арылу үшін телефонға немесе сол секілді заттарға бағынып, одан басқа заттарды үйренуге болмайды. Ол үшін далаға серуендеу керек, кітап оқу керек, және де спортпен мысалы, мен бокспен шұғылдансам, интернетке мән берген. Ақбота жазып болдыңыз ба? Қандай ұсыныс жасаңыз? Интернет негізі қарау ол дұрыс, өйткені ол жақта көптеген мәліметтер ала аламыз, бірақ біз оның себебінен түрлі ауруларға шалдығамыз. Соның себебі біріншісі біз көп жаттығулармен айналысып жүруіміз керек. Жақсы. Аяғым? Осы өзекті болған мәселені менің ойымша былай шешуге болады. Көп кітап оқып, телефонды көп қолданбау керек. Таза ауаға шығып, спортпен айналысу керек. Интернет желісінде
интернет желісінде уақытында босқа кетірмей адамдарға көмек беріп кітап оқу. Телефонды тек керек кезде ғана қолдану. Жақсы. Сабағымыздағы бүгінгі сабағымыз ұнаған шығар, иә? Ұнаған болса, қолымыздағы жаңа конфетпен бірге берілген сәттілікленген қағаз бар ғой? Соған өзіміздің көңіл күйімізді жаза қойыңыздар екен. Интернеттің пайдасы жағы көп пе екен, әлде зиянды жағы көп пе екен? Өздеріңіздің бір ойларыңыз. Не үшін пайдалы деп ойлайсыз, не үшін зиянды деп ойлайсыз? Интернет арқылы біз өзіміздің алыстағы жақын адамдарымызбен сөйлесе аламыз, және де өзімізге керекті ақпаратты бірден ала аламыз. Ал зиянды жағы ол өзіміздің көзімізге әсер етеді. Интернеттің зияны мен жақсы жағы. Зиян жағы ол интернеттің кесірінен біз телефонда көп отырамыз. Сол телефонның кесірінен біз көзімізге зиян тиеді. Ал жақсы жағы өзіміздің білмеген затымызды интернеттен іздеп тез таба аламыз. Жақсы. Назар. Интернеттің зиян жағы мен жақсы жағы болады. Оның пайдасы біз интернеттен көптеген мәліметтерді аламыз. Өте жақсы. Еркебұлан. Интернеттің зиянды жағы ол біздің көзімізге әсер етіп, жаман әсер етуі мүмкін, және де тәуелді болып қалуымыз мүмкін. Ал жақсы жағы біз өте қызықты ақпараттар алуымызға болады. Жақсы аяулым. Интернеттің зиян жағы біз интернетті қолданамыз деп, соған тәуелді болып қаламыз. Ішінде қызыққа ал пайдалы жағы өзіміздің білмейтін мәліметтерімізді ала аламыз. Жақсы, Жасұлан. Интернеттің жақсы жағы мен зиянды жағы болады. Оның жақсы жағы интернеттен жақсы ақпараттар және де достарымызбен сөйлесе аламыз. Ал жаман жағы одан біздің көзіміз ауырады және де тәуелді болып қаламыз. Жақсы. Енді құрметті топ басшылары бағалау парақшасына белгіледі, бағалады деген ойдамын. Дайын болды ма? Дайын болса маған тапсырасыздар. Тапсырып болғаннан кейін осы топтың атынан жаңағы осы сабақ жөнінде жалпы алған түйінді ойыңызды жеткізетін боласыздар. Пікірлеріңізді білдіресіздер. Бүгінгі сабақ өте қызықты өтті. Біздің топтан әрбір бала өзінің ойын ашық, нақты жеткізе алды. Мен оларға сендім, олар менің үмітімді ақтады. Сіз де бізге сендіңіз, біз сіздің үмітіңізді ақтадық деп ойлаймыз. Бүгінгі сабақ өте қызықты өтті сіздің арқаңызда. Рахмет сіздерге де. Бүгінгі сабақ өте керемет өтті, маған ұнады. Мен өз тобыма сендім, олар менің үмітімді ақтады. Өте белсенді қатысты сабаққа. Керемет өтті сабақ. Жақсы, өте тамаша. Сіздерге де үлкен рахмет. Бүгінгі үй тапсырмасы төмендегідей жазып алыңыздар. Үй тапсырмасы менің әлеуметтік желісіз бір күнім тақырыбында мәтін құрастырып келетін боласыздар. Күнделікті ашыңыздар. Мәтін құрастырып келесіздер. Оның ішінде есімше және көсемше жұрнақтары болуға тиіс. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Ұнаса, бұл қол шарттары. Үлкен рахмет, осымен ашық сабағымыздың аяғына да келіп жеттік. Үлкен сезім артып, менің сенімімді сіздер ақтағандарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Жалпы сабақ бойынша ендігісінде не істеуіміз керек екен? Интернет желісін қалай пайдалануымыз керек екен? Аз орнымен өз пайдалы жағына қарай. Мысалы, көрсеткен видеоңыз бар ғой, Мұхтар Шахановтың жаңағы басқа елдің адамдары біз туралы не ойлайды. Сондай сияқты өзекті мәселелер туралы қараса ол болады. Бірақ кейбір адамдар оны шектен тыс қолданып кетеді. Соның арқасынан көптеген жағымсыз жағдайлар болады. Қандай алдағы сабақта қандай тақырыпта сөз қозғағанын қалайсыздар? Қандай ақпараттарды білген қалайсыздар? Қызықты сіздер үшін.
солай интернеттен зардап шеккен интернеттен зардап шеккен адамдар туралы білгіміз келеді. жаңағы ұлы ақын ғалымдардың не ойлайтыны туралы, одан қалай шығаруға болатыны туралы ойларын естігіміз келеді. Осымен сабағымыз аяқталды. Үлкен рахмет. Аман сау болыңыздар.